Қайырлы күн, менің оқырмандарым. Бүгінге сіздерге оқитын әңгімем сиқыр сыры. Бірінші бөлім. Ләйла көп балалы ана. Оның 5 баласы бар. Отбасымен жаңа бір ауылға көшіп келген болатын. Себебі жолдасы достарымен жиі бас қосып, көп мөлшерден есін білмей арақ ішіп қоятын әдеті бар еді. Сол себепті де олар осы жаңа ауылға келген. Оның үлкен 2 қызы мектеп оқушысы, сабаққа алғыр, үй шаруасына пысық еді. Қалған 2 ұлы мен қызы кішкентай балалар. Балаларының тәрбиесіне қатты қарайды. Сол маңда адамдардың бәрі сырттай қорқып жүретін. Ғалия есімді орыс әжей тұратын. Ғалия әжей мен көрші болған Ләйла ол кісіден өз көмегін аямады. Себебі оған жанашырлықпен қарады. Әжейдің 2 ұлы, 1 қызы бар. Үлкен ұлы мен қызы қалада тұрады. Өз отбасылары бар. Екеуі де Ғалиямен араласпайды. Екінші ұлы Андрей әжейдің қолында тұрады. Андрей арақ десе тоқтай алмайтын жан. Андрей анасымен мүлдем қолғабыс етпейді. Оның өзіндік себебі бар шығар. Оны көрген Ләйла әжейге жаны ашып, қолғабыс етіп, үнемі көмектесіп жүретін болады. Әжей де өз алғысын айтудан шаршаған емес. Ләйла жаңа ауылға көршілермен таныса бастады. Басқа көршілері оның Ғалиямен араласып жүргеніне үрейлене қорқа қарайтын. Бірақ Ләйлаға еш нәрсе айтпады. Біраз уақыттан кейін Ләйла ауыл адамдарымен таныса бастады. Өзіне жаңа орта тапты. Бір күні құрбысы Розаның туған күні болады. Осы туған күнде Алтынай Ләйлаға көрші әжейден аулақ жүрші деп ескертеді. Ләйла анау Ғалиядан алыс жүру саған бір зияны тиіп кетпесін. Жарай ма? Неге, не деп тұрсың? Қандай зиян? Кәрі адам жалғыз қалған оңай емес қой. Ұлы да бір көмектеспейді. Жоқ, сен мені түсінбедің. Мен айтайын дегенім. Жарайды, өзің білерсің. Бірақ сонда да онымен араласқандай абай болшы. Жарайды, жақсы. Ұлы Андрей жақсы адам, арақ ішіп есін білмейтіні болмаса. Иә, жақсы. Осылай Алтынай сөзін қысқа қайырды. Арада бірнеше күн өтті. Таңертең әжей Ләйлаға хабарласты. Пеші жанбай қалыпты. Ләйла, арман мүмкіндігі болса пештің мойнын тазалап берсінші. Өтінемін. Отымды жаға алмай отырмын. Жақсы әже, қазір барамыз. Осылайша екеуі үйге келді. Арман пештің мойнын тазалады. Ләйла әжеге көмектесіп үйін жинап берді. Әжейдің пеші жақсы жанды. Өз алғысын айтып екеуін шығарып салды. Кешкісін Арман гаражда достарымен бірге карта ойнап отырған болатын. Ләйла балаларға шай беріп жатқан еді. Кенет көрші әжейдің үйінің жанып жатқанын көрді. Ләйла далаға атып шығып бар даусымен айқайлады. Барлық ауыл тұрғындары отты өшіруге тырысты. Өрт машинасы келді. Өртті өшірді. Дегенмен өрт біраз уақыт болып, үйдің көптеген бөлігі жанды. Өрттен соң әжейді Ләйла өз үйіне апарды. Әжей жылап отыр. Ләйла жұбатуға тырысты. Сабыр сақтаңыз, бәрі қалай болды? Білмеймін, қызым. Бар білетінім пешті жап ұйқыға кетейін деп жатқанмын. Андрей де осындай кезде қасымда болмаған-ай. Енді не істеймін? Алаңдамаңыз, әзірге мына бөлмеде тұра беріңіз. Үйіңізді біртіндеп ретке келтіреміз. Рахмет, қызым, көп рахмет. Ертесіне ауылға Андрей келді. Ол келісімен үйді көріп, жөндеуге біраз уақыт кететінін, оған дейін әжейдің қызы Оляның үйінде тұруды керектігін айтты. Өзі достарымен тұрмақшы. Әжей келісті. Келіспестен басқа амалы жоқ. Әжей Ләйлаға алғысын айтқанымен іштей үйінің өртенгеніне екеуін кінәлайтын сияқты. Себебі пеш мойын тазалаған Арман.
Сарапшылар қалай үйдің жанып кеткенін анықтай алмады. Бәрі өз қалпында болған. Ертесіне әжей Андреймен бірге қалаға кетті. Кетіп бара жатып үйге қарап қоюларды Ләйлаға тапсырды. Бірнеше күннен кейін Ләйланың басы ауыра бастады. Ешқандай тамаққа деген тәбеті тартпайды. Түрі сарғайып, күннен күнге жағдайы нашарлай бастады. Көрші қолаң бәрі мұны көріп қорықты. Себебі осы ауылдың тұрғыны Сәбиттің әйелі 2 айдай осылай жатып өмірден озған еді. Көңіл сұрап жағдайын білуге құрбылары, алыс жақын барлық туыстары келді. Тамақ жемеген Ләйла азып кеткен. Олар Ләйлаға елден естіген барлық емді жасады. Бірақ ешқайсысы көмектеспеді. Уақыт өткен сайын жүруді қойды. Ауруы асқынып кетті. Бір күні Алтынай танысы әйелден бір ағайдың нөмірін алғанын айтты. Сол ағайға Ләйланы көрсетсе жазылып кетуіне мүмкіндік бар. Арман бірден келісті, бірақ Володя ағай тұратын ауыл ұзақ екен. Сондықтан Арман балаларына қарап үйде қалды. Алтынайдың бауыры Руслан машинасымен апаратын болып келісті. Руслан мұндай заттарға сенбейді, бірақ көмектеспеске тағы қиын. Үшеуі жолға шықты. Жолда өзін өліп кететіндей сезінсе де Ләйла сыр бермеуге тырысты. Ағайдың үйіне келді. Ләйланы кіргізіп Алтынай көлікке барды. Осы кезде Володя ағай Ләйланың келетінін білгенін айтты. Маған сенің үйіңе бару керек. Жүр кеттік. Ләйла таңданып тұр. Қалай ол жүрмек? Орнынан тұр да аз-аздан жүре бастады. Өз-өзіне таң қалып тұр. Көлікке отырып ауылға жол тартты. Жолда Алтынайға тамақ жегісі келетінін, тәбетінің ашылғанын айтты. Екеуі Русланда таңданысын жасыра алмады. Үйге өз аяғымен кірді. Володя залда отырды да Ләйлаға тіл қатты. Қазір түпкі жатын бөлмеге бар. Соның оң жағында дуаланған затты тауып аласың. Ләйла қорқып тұр. Десе де жәймендеп жүріп оң жаққа барса, өмірі алмаған үлкен айна тұр. Арман мен Русланға айнаны көтерді. Мұнда абойға шаншылған ине тұр. Өз көздеріне сене алмай алар емес. Инені алып ағайға келді. Жақсы, енді Ләйладан басқаларың далаға шығыңдар. Барлығы далаға шықты. Володя ағай Ләйлаға әжейді сипаттап берді. Осындай адам. Оның үйі сенің ас бөлмеңнен көрініп тұрады. Ләйла инені не істеу керектігін сұрады. Володя Ләйлаға бәрін айтып түсіндірді. Заттың көзін құртқаннан кейін Ләйла жазылып кетті. Бәрі бейне бір қорқынышты түстей болды. Бірнеше айдан кейін Андрей заттарын алуға келді. Арман оған көмектесті. Екеуі шкафты ашып, қаншама қара дуаның кітаптарын көріп қорқып кетті. Андрей осыған дейін анасының осындай зұлымдықпен айналысқанын білмепті. Әйелі Ясмина қанша айтса да сенбегенін айтты. Екеуінің айырылысуына анасы себепкер болған. Бірақ жай ғана емес, дуаланғанына көзі жетті. Енді не істемек? Ойлана келе барлық кітапты алып өртеп жіберді. Содан кейін үйді сататын айтты. Мұны естіп Ләйла мен Арман үйді алуды шешті. Ақшасын 1 жылда беретін болып келісті. Бар ойлары енді әжеймен кездеспеу. Сиқырға сенесіз бе? Өз ойларыңызды жазыңыздар.